Шыңғысхан тарихына қатысты әдебиеттер антологиясын жалғастырамыз. Бүгін мен сіздерге 8-ші және 9-ші әдебиет таныстырамын. Ол өздеріңіз көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Ата-Малик Джувейни кітабы туралы және Ибн Аль-Асир. Ата-Малик Джувейни туралы жаңағы ол парсы болған, парсы жерінде туған, ол мемлекеттік ірі қайраткер, және Хулагудың ұрпағы Арғын хан мен Алмалық қаласында және моғолдардың біздің ата-бабалардың ордаларында болған кісі, қолбасшылармен көп әңгімелескен. Сол кісі әлемді жаулаушы, алушы Джихангер деген кітабын жазған. Ол кітап 1256 жылы жазылып біткен, 5 жылда жазылған, 1251-ден 1256-ға дейін жазылған. Бұнда тамаша деректер келтірілген, және шыққан, татарлардың шыққан мекені көрсетілген. Ол біздің оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан және шығыс Түркістан, яғни Қытай жерінде қалып болған және Қытайларға беріліп кеткен жерлер, солар көрсетіледі. Және осы жерден шықты деп көрсетіледі, татарлардың отаны осы деп. Содан кейін бұл кітапта ең қызығы, біз жалпы қазақ халқы тек қана Алтын Орданың емес, сонымен қатар Моғолстанның да мұрагеріміз, яғни біз Жошы ханның ұлысының, яғни Алтын Орданың 750 жылдығын былтыр атап өттік қой. Енді біздер тек қана Жошы хан ұлысының мұрагері емес, біз сонымен қатар Шағатай ұлысының да мұрагеріміз. Ал Моғолстан, ол қазіргі мына Жетісу, Алматы, сосын Іле Алатау Қытайдағы қалған жер, мына жағы Шымкенттен қамтып Ташкентке дейінгі жерді Моғолстан деген. Бұл негізінде Шыңғысханның ата-бабасының, яғни Шыңғысхан халықтарының, яғни біздердің ежелден тараған жеріміз. Бұл Оғыз хан заманынан, деп айтайық, Оғыз хан заманынан сол жер біздің ата мекен, ата жұрт барша халықтардың, қазақтардың бабалары жан-жаққа жер алып үлескен мекені. Ең бірінші Қарақорым осы жерде болған, Қарақорым қаласы. Ал Шыңғысханның ұлы Үгедей қаған салған Қарақорым, ол Рашид-ад-Дин Хамадани жылнамасында жазылады. Ол ертістің бойындағы, мына Бұқтырма мен ертістің сағасындағы жердегі Қарақорым. Ол бертінгі Қарақорым. Ол 1227 жылдары Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін, Үгедей қаған болғаннан кейін салынған Қарақорымда. Ал бұдан басқа тағы бір Қарақорым болған. Ол 3-ші Қарақорым, ол Алмалық қаласы болған секілді. Себебі кейбіреулер Мәңгү хан сол жерде отырған. Кім еді? Ибн Батута осы Алмалық қаласында Шыңғысхандардың әлемге қадам басқан жері осы деп жазса, армян жылнамаларында Мәңгү хан осында отырады да, Сымбат Спарапет деген армяндардың басшысы осы жаққа келгендігі жазылады. Сонда осылай бір қарап отырсақ, бүкіл әдебиеттері тоғыстырып, Алмалықта Қарақорым деген. Бұл тек қана бір Мәңгү хан заманында болған нәрсе секілді, сол дәурен құрған кезде. Одан кейінгі Қарақорым бар. Ол Құбылай хан көшіріп әкеткен Қарақорым. Ол жай ғана ставка, мына Манчжурия жақта ол негізінде. Қазір Монғолияның ішінде емес, Манчжурия жақта. Қазір монғолдар сол ставканы көшіріп әкеліп жазық далаға Қарақорымды жүр. Ал негізінде Қарақорым тұрған жерде зәулім тау болған. Таулар бар, өзендер бар көп. Енді ол Алтай, ол әдебиетке бөлік тоқтаймыз. Ол әдебиет туралы көптеген деректермен бөліссем, ол кітап қолымда бар, алдында айтқандай. Ол енді айтқан кезде мощный дерек, таза біз туралы.
Ал осы жаңағы Атамалик Жувени дегенгі әдебиет, ол кісі шыққан тегі араб, курд дейді. Ол да мемлекеттік қайраткер. Бұл кісі жаңағы татарларды дейді, татарлар дейді, ол түрік халқы деп таз жазған. Бұл енді жаңағы 10-шы ғасырдағы жазылған деректердің ең соңғы жаңағы вывод дейді ғой, енді кульминациясы, яғни түрік, яғни татарлар. Шыңғыс ханның халқы, Шыңғыс хан өзі түрік болған деп жазылған. Бұл дерек 1260 жылы жазылып біткен дерек. Кітап Ибн әл-Асирдің. Қазір мына жерде мұқабалар тұр ғой, жерде кітаптардың өздерін көріп тұрсыздар. Осы кітаптан, бұл кітаптардың бәрі интернетте бар. Мен бүкіл кітап беттері және сіздерге көрсеткім келіп тұрғаны осы екі кітаптан. Осы видеоға сыйып кету үшін мен оны без озвучки беттерін салам, өздеріңіз көріп оқып аласыздар. Сол енді бұдан кейінгі видеодан кейін біз жаңағы Ибн Батутадан ұсынам, содан кейін Рашид ад-Дин Хабарына дейінгі көшеміз. Содан бұдан басқа бұл кітапта жаңағы Атамалик Жувени, Бату хан мен Менгу хан бір-біріне аға іні деп хат жазылған бар. Білесіздер, аға іні деп жазылады. Содан ең маңыздысы жаңағы ұйғырлар қайда, қай жерде мекендеген жазған. Қазіргі ұйғыр емес, қазіргі ұйғыр тараншы, бұрынғы ұйғырлардың кім екендігі жазылған. Бұрынғы ұйғырлар негізінде Афрасияптың жаңағы алып бер тоңғаның халқы негізінде. Олар жаңағы осы Алтайда Белуха тауы бар ғой, сол маңайын мекен еткен, жаңағы Қатон-Қарағай, сол жақтан, жаңағы Күршім. Ол өйткені ұйғырлар бізге өте маңызды, себебі жаңағы Шыңғыс ханның жазу қайдан шыққандығын, және ол жазу расында да Шыңғыс ханның өзінің мемлекетіне тиесілі жазу екендігін дәлелдеу үшін өте қажет. Тұңыздар ма? Ал енді 3 минутым қалды, сол 3 минутыма сыйғызуға тырысам кітап беттерін. Рахмет. Видеоны міндетті түрде таратып, бөлісіп, лайк басып отырыңыздар, сонда көп халық көретін болады. Рахмет сіздерге. Алып көріңіздер кітаптарды. Міне осы соңғы бетте өздерің көріп тұрсыздар. Және моғолдар дейді, Баласұғын деген жерге келді дейді. Ол жаңағы міне Жетісу жері, яғни картада көріп тұрсыздар. Ол қазір Қырғыздың жерінде қалған Токамак деген қаласының тұсы. Сол облыстарды дейді, мекендерді дейді, моғолдар дейді, ғұз балық деп атады дейді. Ғұз балық деген, және ғұз деген ол оғыз деген сөз. Ғұз деген оғыз, балық деген қала деген сөз. Сол жерде, яғни ғұз балық деген қала атап, қаланы Баласұғынды ғұз балық деп атап жіберген. Ұқтыңыздар ма? Бұның өзі көп нәрсені білдіреді, олардың оғыз екенін білдіреді, түсінесіздер ме? Ары қарай енді Ибн әл-Асирдің жазбасы. Онда жазылған, көресіздер, татар деген түріктер екендігін. Рахмет. Құрметті қалайық, міне осы 9 әдебиет 13-ші ғасырда жазылған. Барлығы орыс тілінде, барлығы Совет өкіметі кезінде аударылған орыс тіліне. Және армяндардан, Европа тілдерінен, және парсы, араб тілдерінен. Міне осы кітаптарды неге бүгін қазақ тіліне аудармасқа? Міне біздің егемендік алғанымызға қанша 30 жылдан асты. Содан бері бұл тақырыпты ешкім қолма алмаған. Осы тақырыпты ешкім қолма алмағанына қарап, көп нәрсені білуге болады. Яғни Шыңғыс хан тарихы біздің мемлекетте әзірге тыйым салынған секілді. Сонымен қатар бұны аударған кезде міндетті түрде факсимилін ұсынып аудару керек. Рахмет сіздерге.